Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Диляра. Бүгін Красный бархат тортының рецебімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Керек ингредиенттер описание бөлімінде жазылып тұрады. Алдымен құрғақ ингредиенттердің бәрін қосып аламыз. Оның какао разрыхлительді қосып, венчикпен араластырамыз. Миксердің ыдысына 4 жұмыртқамыз саламыз. Шымшым тұз қосып, аппақ болғанша миксерлейміз. Басында баяу жылдамдықта, кейін жоғары жылдамдықта миксерлейміз. Қантты бірнеше бөліп қосамыз. Енді бөлме температурасындағы сүтке шай қасықпен гелевый красителімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Массамызды жұмыртқаның үстіне құямыз. Енді сұйық майымызды құямыз. Құрғақ қоспамызды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарата араластырамыз. Осындай консистенциямыз дайын болды. Енді кольцомызды фольгамен ораймыз. Менде форма диаметрі 18 см. Енді қамырымызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Зубочистка көмегімен бисквиттің піскенін тексереміз. Енді формамыздан алып, решеткаға толықтай суытамыз. Менде осындай биік бисквитім дайын болды. Пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки 33% қажет. Формасын ұстағанша миксерлейміз. Үстіне бірнеше етіп бөліп, қант ұнтағын қосамыз. Енді творожный сырымызды қосып, барлық қоспамыз біріккенше миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді осындай темір насадкаға салып, кондитерлі мешокқа кремімізді салып шығамыз. Бисквитіміз тоңазытқышта тұрды, оны 3 бөлікке бөлеміз.
Подложкамызға кішкене крем жағып, бисквитті қойып, кремімізді жағып шығамыз. Тортымызды жинаймыз. Қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Маған красный бархаттың осындай бисквит болғаны ұнайды. Бетіне қалауыңызша кез келген жидектерді қолдана берсеңіздер болады. Осындай нәзік тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.